Ең ақылды сұлтандар тегінде парасатты адамдармен жиі кеңесіп тұрады. Жағымпаз адам қашанда айланып сұлтанның қасынан шықпайды. Сондықтан жаман оқымыстылардың бірі болып қалам ба деп қорқамын. Ал сұлтан неден қорқады? Оқымыстылардың бәрі арабтар. Мені жат жерліктер жек көреді. Арабша сөйлеп өлеңін айтқанның бәрі бірдей араб емес. Арабтың тілін сақтап халқын қорғаған нағыз араб сол болады. Моңғолдар Шам мен Бағдатты өртеп кетті. Сен болсаң, сәулетті үйлер салып, мешіттер мен сарайлар тұрғыздың. Шөл далаға су әкеліп, жерорта теңізіне ең үлкен кеме түсірдің. Мен мамлюкпін. Жат жерлікпін. Кіммін? Қайдан келдім? Мен бармаған, мен қала салмаған, қиратпаған ел бар ма? Қай жерде мені бөтенсің демейді? Қайда? Жыл сайын Қырымнан Александрия арқылы Каирға, Венеция көпестері 2000 құл әкеліп сататын. Олардың арасында түріктер, Қап тауынан шыққан черкестер, славяндар, албандар, үндістер мен гректер болады. Бәрін бір сөзбен мәмлүк дейді. Ішінен екіге бөлінеді. Бақыр, бурджа деп. Бақыры өзен бойындағылар, яғни түріктер. Ал бурджа дегендері мұнара мәмлүктері, Қап тауынан әкелген черкестер. Араларында басқа да халықтар болған. Мен кіммін? Қайдан келдім? Түрік боларсың. Қыпшақ даласынан келген. Каирда қыпшақтар тұратын түкпір бар. Онда мамлюкке кірмей қалған құлдардың арасынан шыққан кедей қолөнершілер жиналған. Олар өздерінің тілін ұмытпаған, салт дәстүрлерін сақтаған. Маған қарапайым адамның киімін алып кел.